Мен Мұса Шожанов атындағы нөмір 2 жалпы білім беретін мектептің 4 А сынып оқушысы Джусипов Азамат. Мен сіздерге мейірімді қоян ертегісін айтып беремін. Орманда кішкентай қоян өмір сүріпті. Ол көк шалғында ойнады. Бір күні жартасқа қарап ойланып қалды. Қоян, жүрегің мейірімді болса, жолыңда жарқын болады, дегендей болады. Қоян үйіне келе жатса, құлап қалған торғайды көреді. Ол торғайды қолына алып, ұясына салады. Қоян, сен өте мейірімдісің, рахмет, деп ұшып кетеді. Сол кезде аю ата келеді. Қоян, сен өте мейірімдісің, ақылдысың, енді еңбекшіл болуды үйрен. Еңбекшіл болсаң, бар арманың орындалады. Сол күннен бастап қоян өте ақылды, өте мейірімді, өте еңбекшіл болды.